Армысыздар, қазақ елі. Күн жарық, қымбатты көрермендерім. Ұзақ уақыт шықпағаныма мынандай видеолармен арасы ұзап кетті. Сондықтан мен кешірім сұраймын, ренжімеңіздер. Менің де қолым босамай жүр, жұмыс істеймін. Және де осы блогерлікпен қатар мен тағы кітап жазып жүрмін. 10 жылдан астам, бірақ енді шықпады әлі. Енді бұйыртса осы жылы немесе келесі жылы қазақ тілінде немесе тағы да басқа тілдерде аударылып шығуы мүмкін деп үміттенемін. Айта кетерім, менің бұл кітабым қазіргі жазып отқан аты «Космопея» дейді, ғарыштық тематикада. Егерде Роберт Хайнлайн, жаңағыдай Айзек Азимов деген сияқты авторларды оқысаңыздар, мен өзім сол кісілерді оқимын. Сол кісілерге жаңағыдай үлгі ретінде өзімде сондай ғылыми фантастикалық жазушы болғым келеді. Сол тұрғыда осы жазып жатқан қазіргі ғылыми фантастикалық жанрындағы кітап, бұл есімі «Космопея» деймін. Бірақ қазақша атын кейін аударып дұрыс қоямын деп ойлаймын. Сондықтан бұйыртса осы жылы немесе келесі жылы шығуы мүмкін. Бұл жердегі қысқаша мазмұны біздің планетаға біздің ғалымшар метеорит осы жерге метеорит жаңағыдай біздің жерге келе жатыр. Соның жаңағыдай құтқару операциясы болады. Біздің адамдар жаңағыдай кемелер, ғарыштық кемелер ойлап табады жаңағыдай, және адамзаттың жаңағыдай болашақ ұрпақтарды аман есен қалдыру үшін сол ғарыштық кемелермен басқа ғаламшарларға, басқа галактикаларға жіберіледі. Где-то, қазір айтам, 100 шақты емес 81 кеме ұшады, енді 150 кеменің ішінен. Ал басқа ғаламшардың жету үшін олар қара құрдым арқылы, черная дыра арқылы жаңағыдай портал сол не өтіп басқа ғаламшарға өтеді. Тек қана 81-дің ішінен 15 шақтысы ғана жетеді деп ойлаймын. Планета Кеплер E501F соған жаңағыдай жетеді. Сол жерде мекендейді. Жаңадан екінші жер табылады. Сосын сол жаңағыдай сол жерді мекендейді біздің адамдар. Бірақ адамдар енді түрлері ол жақта басқаша болады. Аватардағыдай десе болады. Аватардағы көрген шығарсыз, адамдардың жаңағыдай көкпеңбек сондай терілері. Соған сәйкес деп айта аламын, бірақ ол жерде басқашалай болады. Менің жаңағыдай сипаттаған, суреттеген кейіпкерлерім. Сондықтан бұйыртса әрине оған дейін бітірсем, соңына кітапты шығады деп үміттенемін. Сондықтан ол трилогия мүмкін ары қарай 4 том немесе 5 томда болып кетуі мүмкін. Сондықтан үміттенемін сол шығады деп. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.